барлығы клубника шоколаде, дубайский шоколад, банан шоколаде дайындап жатқан кезде біздің ұлттық дәм вжен шоколаде дайындадым. Өте дәмді болып шығады екен. Дайындамаған болсаңыздар, міндетті түрде дәл осы рецептпен дайындап дәмін көріңіздер. Ең алдымен бізге 500 грамм талқан қажет болады. Талқанның үстінен бір банка сапасы жақсы сгущенка және де бөлме температурасында еріп тұрған 250 грамм сары майымызды қосамыз да, барлығын қолымызбен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Өзімізге ыңғайлы кез келген силиконовый формаға тура осы видеодағыдай жентімізді салып нығыздап шығатын боламыз. Барлығын салып шыққаннан кейін 1 сағатқа морозильникке алып қоятын боламыз. Глазурина мен бір ақ шоколад және де қара шоколад қолданған болатынмын. Видеодағыдай қатып тұрған жентімізді алып тастаймыз да, біраз шоколадымызды құйып, жентімізді қайтадан силиконовый формаға саламыз. Жарты сағатқа морозильникке алып қоясыздар. Мінекей біздің вжен шоколадеміз дайын болды. Бетіне жағатын шоколадты қыздар жай ғана су моншасында ерітіп алатын боласыздар. Дайын болған жентпен қыздар құрамында ешқандай да красителі жоқ, таза цилондық байджи классик шайымен ұсындым. Дәл осындай жент шоколаде дайындап сізді қонаққа шақыру керек. Жақындарыңызға, құрбыларыңызға міндетті түрде дәл осы видео рецепті жіберуді ұмытпаңыздар.